Бәріне сәлем. Мен Байтұрған Ұлпан, жоғары политехник коллежінің D22 АВДКБ тобының студентімін. Менің үйімдегі кітап атты байқауында өзімнің жақында оқыған Оралхан Бөкей ағамыздың Атаукері повесі туралы айтатын боламын. Атаукері повесі психологиялық, философиялық шығармалар қатарына жатады. Себебі негізінен алып қарайтын болсақ, негізгі үш кейіпкер арқылы қазақтың, адамзаттың бойындағы барлық қасиеттер мен барлық мәселелерді көтере түскен. Және де осы негізгі үш кейіпкердің біреуі, яғни Ерікті алатын болсақ, Ерікті шығарманың басында реалистік сипатта, шығарманың соңында мифтік сипатта берген. Және қосымша кейіпкерлер деп айтсақ болады, аралардың өзін адамдарға салыстыра отыра алған деп ойлаймын. Және ең бір көтерілген тақырыптардың бірі ол адамзаттың бойында ең бір асыл қасиеттердің бірі болу керек. Ол асыл қасиеттің бірі мейірімділік деп ойлаймын. Және байлықтан да ең маңызды, ең қасиетті заттар бар екендігін ұмытпау керектігін оқырманға жеткізгісі келген деп ойлаймын. Барлықтарыңызға осы повесті оқуға кеңес беремін. Әрбір кезеңде, әрбір жылда адамзатты бейжай қалдырмайтын ең ерекше повестің бірі.